Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? 7-ші сынып алгебра пәнінен 6-13 есепті шығаратын боламыз, балалар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода 6-13, 6-14, 6-15, 6-16 есептің жауаптарын көре алатын боласыздар. Бізде 6-13 есепте бөлшекті қысқартыңыздар дейді. Біріншісінде x қосылған x квадрат бөлінген x квадрат азайтылған 1 деген өрнекті қысқартуымыз керек. Бірінші формуланы ашып алайық. X жақшаның ішінде 1 қосылған x бөлінген, бізде x квадрат азайтылған 1 дегеніміз қысқаша көбейту формуласын ашамыз. Сонда x азайтылған 1, x қосылған 1 болады. Бұл жерде бір қосылған x пен x қосылған 1-ді бір-біріне қысқартып жіберетін болсақ, балалар, бізде жауабы x бөлінген x азайтылған 1 шығады екен. Келесі екінші тапсырмада a азайтылған a квадрат бөлінген a квадрат азайтылған 1 дейді. Бұл жерден ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. a-ны шығаратын болсақ, a 1 азайтылған a бөлінген қысқаша көбейту формуласын ашамыз. Сонда a азайтылған 1 a қосылған 1 болады. Енді балалар, бізде қосылғыштардың, азайтқыштардың орнын ауыстыру арқылы шығаратын боламыз. Сонда минус таңба болады. Минус a жақшаның ішінде a азайтылған 1 бөлінген a азайтылған 1 a қосылған 1 болады. Бұл жерде a азайтылған 1 мен a азайтылған 1-ді қысқартып жібереміз. Сонда жауабы минус a бөлінген a қосылған 1 шығады екен. Келесі үшіншісінде, балалар, жақшаның ішінде a азайтылған b квадрат бөлінген b квадрат азайтылған a квадрат дейді. Балалар, бұл жерде бөлімін ашып алатын болсақ, формуланы a азайтылған b квадрат бөлінген b азайтылған a, b қосылған a болады. Балалар, бұл жерде де жаңағыдай қосылғыштардың, азайтқыштардың орнын ауыстыру арқылы шығарамыз. Сонда минус қойылады. Минус a азайтылған b квадрат бөлінген a азайтылған b қосылған a болады. Бұл жерде a азайтылған b квадрат пен a азайтылған b қысқарып кетеді. Сонда жауабы минус a азайтылған b бөлінген a азайтылған b болады. Минустан құтылып аламыз. Сонда b азайтылған a бөлінген b қосылған a болады екен, балалар. Келесі 4-ші тапсырмада m квадрат азайтылған n квадрат бөлінген n қосылған m-нің квадраты. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласын ашып аламыз. m азайтылған n, m қосылған n бөлінген m қосылған n-нің квадраты болады. Бұл жерде квадрат пен m қосылған n қысқарып кетеді. Сонда жауабы m азайтылған n бөлінген m қосылған n шығады екен, балалар. Келесі 6-14 есепте, бұл жерде де бізде, балалар, бөлшекті қысқартыңыздар дейді. Сонда біріншісінде a квадрат азайтылған 1 бөлінген 1 азайтылған a дейді, балалар. Бірінші бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласын ашып аламыз. Сонда a азайтылған 1 a қосылған 1 бөлінген 1 азайтылған a болады. Енді, балалар, азайтқыштардың орнын ауыстыру арқылы шығарамыз. Сонда минус таңба қойылады. Минус 1 азайтылған a 1 қосылған a бөлінген 1 азайтылған a болады, балалар. Бұл жерде 1 азайтылған a мен 1 азайтылған a қысқарып кетеді. Сонда мәні минус a минус 1 болады. Келесі екіншісінде m азайтылған n бөлінген n азайтылған m-нің квадраты дейді, балалар. Бұл жерде сразу листеге азайтқыштардың орнын ауыстыру арқылы шығарайық. Сонда минус n азайтылған m бөлінген n азайтылған m-нің квадраты болады, балалар. Бұл жерде n азайтылған m мен квадрат бір-біріне қысқартатын болсақ, жауабы минус 1 бөлінген n азайтылған m болады. Енді минустан құтылатын болсақ, 1 бөлінген m азайтылған n болады екен, балалар. Келесі 3-ші тапсырмада жақшаның ішінде x қосылған 1-дің квадраты бөлінген x квадрат азайтылған 1 дейді, балалар. Алымын жазып қоямыз. X қосылған 1-дің квадраты бөлімін қысқаша көбейту формуласын ашып аламыз. Сонда x азайтылған 1 x қосылған 1 болады, балалар. Бұл жерде x қосылған 1 мен квадрат бір-біріне қысқартып жіберетін болсақ, жауабы x қосылған 1 бөлінген x азайтылған 1 болады екен, балалар. Келесі 4-ші тапсырмада a квадрат азайтылған 1 бөлеміз. Жақшаның ішінде a азайтылған 1-дің квадратына. Сонда бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласын ашып аламыз. Сонда a азайтылған 1 a қосылған 1 болады. Бөлшектің бөлімін сол күйі жазайық. a азайтылған 1-дің квадраты. Сонда бұл жерде a азайтылған 1 мен a азайтылған 1-дің квадраты қысқарып кететін болса, жауабы a қосылған 1 бөлінген a азайтылған 1 шығады екен, балалар.
Келесі 6-да 15. Бұл жерде де бөлшекті қысқартыңыздар дейді. Бірінші тапсырмада а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат бөлінген а квадрат азайтылған б квадрат балалар. Енді бөлшектің алымдағы формуланы жазып алайық. Бұл деген бізде а қосылған б-ның квадраты, жақшаның ішіндегі. Соны жазып қоямыз. Енді бөлшектің бөлімдегі формуланы ашып аламыз. Қысқаша көбейту формуласын, сонда а азайтылған б қосылған а қосылған б болады, көбейтілген. Енді бұл жерде а қосылған б мен квадрат қысқарып кететін болса, жауабы а қосылған б-ны бөлеміз, а азайтылған б-ға болады балалар. Келесі екінші тапсырмада x квадрат азайтылған 2x қосылған 1 бөлінген x квадрат азайтылған 1 балалар. Бұл жерде бөлшектің алымы бізде жақшаның ішінде x азайтылған 1-дің квадраты формуласы ашық жазылып тұр, бөлінген x азайтылған 1 x қосылған 1 балалар. Бұл жерде x азайтылған 1 мен квадрат қысқарып кетеді, сонда жауабы x азайтылған 1 бөлінген x қосылған 1 болады. Келесі үшінші тапсырмада 3а-ның квадраты азайтылған 6аб қосылған 3б квадрат бөлінген 6а квадрат азайтылған 6б квадрат балалар. Бұл жерде ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамыз, сонда 3-ті шығаратын болсақ 3а квадрат азайтылған 2аб қосылған б квадрат болады. Бөлімнен 6-ны шығарамыз, 6а квадрат азайтылған б квадрат болады балалар. Бұл жерде 6 мен 3 қысқарады. Жақшаның ішінде формуланы жазамыз, а азайтылған б квадрат бөлінген 6а азайтылған б, а қосылған б. Енді балалар 6 мен 3-ті қысқартамыз, а азайтылған б мен квадратты қысқартамыз, сонда жауабы а азайтылған б бөлінген 2 жақшаның ішінде а қосылған б болады екен. Келесі төртінші тапсырмада 5m квадрат қосылған 10mn қосылған 5n квадрат бөлінген 15m квадрат азайтылған 15n квадрат балалар. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамыз, 5-ті шығарамыз алымнан, сонда 5 жақшаның ішінде m квадрат қосылған 2mn қосылған n квадрат балалар бөлінген 15m квадрат азайтылған n квадрат болады. Енді балалар жақшаның ішінде формуланы жазып аламыз. 5m қосылған n-ның квадраты бөлінген 15m азайтылған n, m қосылған n болады. Енді тең, сонда 5 пен 15 қысқарады, m қосылған n мен квадрат қысқарады, сонда жауабы m қосылған n бөлінген 3 жақшаның ішінде m азайтылған n шығады екен балалар. Келесі 6-да 16-шы есепте бізде бөлшекті қысқартыңыздар деген. Жаңағы шығарып атқан 3 есебіміз сияқты бұл тапсырманы да орындайтын боламыз балалар. Біріншісінде x-тің кубы қосылған y-тің кубы бөлінген x-тің квадраты азайтылған y-тің квадраты дейді балалар. Екеуінде де қысқаша көбейту формуласын ашып аламыз. Жақшаның ішінде x қосылған y, жақшаның ішінде x квадрат азайтылған x, y қосылған y квадрат болады балалар. Бөлінген x азайтылған y, x қосылған y болады. Енді балалар бұл жерде x қосылған y пен x қосылған y бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда жауабы бізде қалады x квадрат азайтылған x, y қосылған y квадрат бөлінген x азайтылған y болады балалар. Келесі екінші тапсырмада m-ның кубы азайтылған n-ның кубы бөлінген m квадрат азайтылған n квадрат. Бірінші есебіміз сияқты орындаймыз тура. Екеуінде де формуланы ашып аламыз. m азайтылған n, m квадрат қосылған mn қосылған n квадрат болады. Бөлеміз m азайтылған n, m қосылған n балалар. Енді тең, бұл жерде m азайтылған n мен m азайтылған n бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда бізде қалады m квадрат қосылған mn қосылған n квадрат бөлінген m қосылған n болады екен балалар. Келесі үшінші тапсырмада 2a куб азайтылған 2b куб бөлінген 5a квадрат азайтылған 5b квадрат балалар. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз, сонда 2a куб азайтылған b куб бөлімде 5a квадрат азайтылған b квадрат болады балалар. Тең, сонда 2a азайтылған b, a квадрат ab қосылған b квадрат бөлінген 5a азайтылған b, a қосылған b болады балалар. Енді бұл жерде a азайтылған b мен a азайтылған b бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда жауабы 2 жақшаның ішінде a квадрат қосылған ab қосылған b квадрат бөлінген 5 жақшаның ішінде a қосылған b болады екен балалар. Келесі төртінші тапсырмада 3π квадрат азайтылған 3q квадрат бөлінген 6π куб қосылған 6q куб дейді. Енді балалар бұл жерде ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамыз, сонда алымында 3-ті шығарамыз, 3π квадрат азайтылған q квадрат болады. Бөлінген 6-ны шығарамыз, бөлімінде π куб қосылған q куб болады балалар. Енді формулаларды ашып аламыз. 3π азайтылған q-ді π қосылған q болады. Бөлеміз 6 π қосылған q, π квадрат азайтылған pq қосылған q квадрат болады. Енді бұл жерде
балалар пи қосылған q мен пи қосылған q'ды бір-бірімен қысқартып жібереміз. Сонда пи азайтылған q бөлінген 2 жақшаның ішінде пи азайтылған пи квадрат азайтылған пи q қосылған q квадрат болады екен балалар. Балалар, осымен бізге берілген 6-та 13, 6-та 14, 6-та 15, 6-та 16 есептердің барлығын толығымен шығарып аяқтадық. Түсінбеген есептеріңіз болса, комментарийға жазу арқылы сұрасаңыздар болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Басқа да есептер бөлім бойынша жиынтықтар, 90-дық жиынтықтардың жауаптары шығып тұратын болады балалар. Сау болыңыздар.